Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен оңай медицина. Бүгінгі біздің жалпы қарастыратын тақырыбымыз гемоглобин. Жалпы гемоглобин дегеніміз бұл темірге бай ақуыз эритроциттердің пайда болуымен сипатталатын жалпы бастапқы кезеңде пайда болады. Гемоглобиннің жалпы қызметі бұл ағзаның тіндерін оттегімен қанықтыру, олардан көмірқышқыл газын алып өкпеге қайтару. Гемоглобиннің төмендеуімен тіндер мен органдар оттектің ашығуын сезінеді. Негізі қалыпты жағдайда ер адамдарда 135-160 грамм на литр, әйел адамдарда 120-140 грамм на литр, ал жүкті әйелдер үшін индикатор 110 грамм на литрға дейін төмендейді. Негізі гемоглобин деңгейінің төмендеуі бұл әдетте денеде темірдің жетіспеушілігімен көрсетіледі. Соның салдарынан анемияның барлық түрлері және де басқа да патологиялар дамуы мүмкін. Негізі төмен гемоглобиннің белгілері, яғни гемоглобин күрт төмендеп кететін болса, адамда қандай өзгерістер анықталады. Құрғақ және бозғылт тері, еріннің көкшіл реңктері және тілде ашық қызыл, еріннің шеттерінде жарықтар болады. Сынғыш тырнақ анықталады, терінің қараюы, әлсіздік деген сияқты және шаштың түсуі байқалады. Жиі әлсіздік пен шаршау, естен тану, ұйқышылдық байқалады. Тұрақты бас ауыру, төмен қан қысымы, жылдам жүрек соғысы, яғни тахикардия анықталады. Сосын анализаторлардың бұзылысы, дәм сезу әдеттерінің өзгерісі болады. Тәбеттің төмендеуі, ауыздың құрғауы және де нәжістің бұзылуы анықталады. Іш қату немесе диарея. Организмнің жалпы иммунитетінің әлсіреуі анықталады. Негізі гемоглобиннің төмендеуі әрдайым клиникалық түрде байқалмайды және де симптомсыз болуы мүмкін. Сондықтан да патологияны уақытында анықтау және қажетті емдеуді бастау үшін профилактиканы үнемі жүргізіп, анализ тапсырып отыру керек. Негізі төмен гемоглобиннің себептері қандай? Әдетте гемоглобиннің төмендеуі басқа да ауруларға байланысты жүреді. Бұл жағдайларға тоқталатын болсақ, біріншісі, сыртқы және ішкі қан кетулер, бүйрек ауруы, эндокриндік жүйенің бұзылыстары, ұзақ уақыт диета ұстау, ұзақ мерзімді инфекциялар, ондай эритроциттердің түзілу механизмінің бұзылуы, басқа сипаттағы ісіктер, организмдегі гиповитаминоз және минералды жетіспеушілік, темірдің сіңірілуі бұзылған асқазан ішек жолдарының аурулары және де қан айналым жүйесінің аурулары анықталған жағдайда осы төмен гемоглобин болуы мүмкін. Жалпы гемоглобинді көтеру үшін құрамы темірге бай азық-түліктерді қолдану. Гемоглобин темірдің жетіспеушілігінен төмендейді. Сондықтан да құрамы темір элементіне бай тағамдарды жеуге әдетке айналдыруымыз керек. Нақтырақ айтқанда ет пен балық, бауыр, бүйрек деген сияқты, саумалды, қырыққабат, брокколи, жұмыртқа, жаңғақ пен кептірілген жемістерді үзбей жеуге тырысу керек. Екіншісі, фолий қышқылын қабылдау. Фолий қышқылы Б тобындағы дәрумендердің бірі. Ол гемоглобиннің бір бөлшегі ретінде ағзаны толықтырып тұрады. Егер бұл затты жеткілікті түрде қабылдай алмайтын болсаңыз, онда фолий қышқылының жетімсіздігінен туындаған қан аздыққа шалдығады. Фолий қышқылын салат жапырағынан, саумалдықтан, қырыққабаттан, горох пен чечевицадан, тауық жұмыртқасынан таба аласыздар. Немесе фолий қышқылын дәріханалардан сатып алсаңыздар да болады. Келесі, С дәрумενін толықтыру. Яғни С дәрумені бізде қандай өнімдерді қайнар көзі болып табылады? Бұл апельсин, мандарин, грейпфрут, құлпынай деген сияқты жеміс-жидектерде көп болады. Келесі, А дәрумені де айтарлықтай қызмет атқарады. Яғни А дәрумені немесе бета-каротинде өте маңызды элемент. Гемоглобиннің алдын алу үшін құрамында А дәрумені кездесетін балықтың майы, тәтті картоп және асқабақ. Келесі, кальций элементінің де маңызы бар. Яғни темірден бөлек кальций элементінің де гемоглобин мөлшерін қалпына келтіретін қасиеті бар. Сондықтан да тамақтану мәзірінен йогурт, кефир, творог деген сияқты, инжир деген сияқты өнімдерді жалпы ұмытпаған дұрыс. Жалпы ең маңыздысы бұл таза ауаға жиі шығу. Саябақта, қала сыртында, далада жиі серуендеңіз. Қанға оттегі міндетті түрде қажет.
Адам ағзасында барлық минералдар мен дәрумендер бір-бірімен байланысты. Егер біреуі жетіспесе, екіншісінің сіңуі екіталай. Темірдің жақсы сіңуі үшін Б тобындағы дәрумендер мен ішкі секреция бездерінің жұмысы жақсы болуы керек. Жалпы гемоглобиннің қалпына келу процесі тез болмайды. Әдетте жақсы нәтижеге жету үшін 3 айдай уақыт қажет. Егер гемоглобин қалыпты жағдайдан өте қатты түсіп кететін болса, дәрігер жазып берген темір көбейтетін арнайы препараттарды қабылдаңыз. Сонымен қатар шай мен кофе және осыған ұқсас сусындарды темірдің сіңірілуіне кедергі болатын ұмытпаған дұрыс. Темір препараттарын кальций препараттармен бірге қабылдамауға кеңес береді. Өйткені кальций ағзаның темірді сіңіруіне тосқауыл болады. Сіздермен бірге болған қиын тақырыпты оңай тілмен түсіндіретін оңай медицина. Барлықтарыңызға сәттілік. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Оқуда жемісті болыңыздар.